Қайырлы күн, бүгін сіздермен 6 сынып теріс сандарды қосу сабағымен танысатын боламыз. Теріс сандар не? Еске түсірейікші. Теріс сандар дегеніміз кәдімгі натурал сандар, иә? Бірақ алдында қандай таңбамен айырмашылығы болады? Минус таңбасымен, иә? Бұны біздер бұрындары азайту деп оқығанбыз, ал қазір бұны минус деп. Яғни бұлар теріс сандар, яғни минус А, минус 7, минус 4, минус В, минус 2,3, және минус 4,7. Енді теріс сандарды қалай қосамыз? Мысалы, минус 2-ге минус 4-ті қос дейді. Теріс сандарды қосудың бірінші жолы, ол өте оңай жолы. Яғни теріс, екеуінде теріс сан, екеуінде минус бар ғой. Минусты жақша сыртына шығарып тастаңыз. Сөйтіңізде жақшаның ішіне сандардың өзін жазамыз. 2 және қосу 4. Енді кәдімгідей 2-ге 4-ті қосамыз да, минус сол күйінше сақталынады. Демек, теріс сандарды қосқанда, кәдімгі қосуды қалай орындаймыз? Минусқа назар аудармай, дәл солай қосасыз. Екеуі де минус, екеуі де теріс сан болған жағдайда қосасыз кәдімгідей. Сөйтесіздер жақшаның сыртына минусты шығарып, қосындының нәтижесін жасасыз. Бірінші амал. Екінші амал, минусты таңбалар формуласымен еске түсірейікші таңбалар туралы. Қандай ереже жаттап едік? Сол ереже бойынша қоссақ болады. Яғни, мысалы, минус 6-ға минус 3,2-ні қос дейді. Ол үшін бірінші мен жақшаны ашамын. Минус 6, енді минус, плюс пен минус бізде нені беруші еді? Плюс минус. Ол әрине бізде минусты береді. Минус 6, минус 3,2. Бұл санда бізде қосу болады, себебі жақшаны аштық. Енді минус 6, минус 3,2. Минустарға назар аудармаймыз, екеуін қосып жібереміз. Минусы жақшаның сыртына шығады. Яғни 6-ға 3,2-ні қосамын да, алдына минус таңбасын қоямын. Яғни теріс сандарды қосқан кезімізде бізде минусты жақша сыртына шығарамыз. Сөйтемізде сандардың өзін қосындысын нәтижесін жазамыз. Себебі теріс сандарды қосқанда бізде екеуі де теріс сан және олар қосылады. Осы орайда тарихи бір мәліметке шолып өткім келіп отыр. 7-ші ғасырда өмір сүрген үнді математика Брахма Гупта оң сандарды мүлік, теріс сандарды қарыз түсінігімен байланыстырған. Яғни оң сандар оның мүлкі. Былайша айтқанда сіздің депозитіңіз, теріс сандар қарыз. Яғни сіздің кредитіңіз деп ойлаған. Осындай түсінікпен байланыстырған. Оң және теріс сандарды қосу ережесін былай айтқан. Екі мүліктің қосындысы мүлік, яғни екі депозиттің қосындысы депозит болады дейді. Қазіргі тілмен, екі қарыздың қосындысы қарыз болады дейді. Яғни екі кредиттің қосындысы ол бәрібір кредит болады. Яғни екі теріс санның қосындысы бәрібір теріс қосылады, бірақ теріс сан болады деген мағына. Мысалы, есеп шығарып көрейік, 367. Оны қалай шығарамыз? Жаңағыдай минусты жақша сыртына шығарып жібереміз де, 9-ға 0,3-ті қосып жібереміз. Бүтін санға ондық бөлшекті қосқан кезде, оның тек қана минус сақталады, оның тек қана бүтіндері ғана қосылады. 9 бүтінге 0 бүтінді қосқанда 9 бүтін, ондық таңба сол күйінше жазылады. 6 бүтіннен минус 6,7 қосу минус 5. Минус жақша сыртында болады, және 6,7-ге 5-ті қос дейді. Бүтін сан мен бүтін сан қосылады, ол 11 бүтін болады, 11,7. Келесі, минус 3-ке минус 0,191-ді қос дейді. Ауызша орындауға болады, бірден минус 3,191. Яғни қосылады, бірақ минусы жай ғана алдына жазылады. Екінші есепте енді ондық бөлшекке қосу. Балалар еске түсірейікші, ондық бөлшекті ондық бөлшекке қалай қосатын едік? Минусы жазбай қояйын.
екеуі де минус болғандықтан мен минусты бірден теңдіктен соң жазып қояйын. Мындай, 6/100-ке мен қосуым керек 2/117-ні. Ондық бөлшектерді қосқан кезде бүтіннің астына бүтін, ондық таңбаның астына ондық таңба жазылады. Үтірдің астында үтір міндетті түрде тұру керек. Енді кәдімгідей үтірге назар аудармай қоса береміз. 3-ке 7-ні қоссақ 10 бір ойда, 0-ге 1-ді қоссам 1, ойдағы мен 2, үтіріміз орнына түседі. Бұл ештеңе кедергі жасамайды, өз орнында тұру керек болды. Сосын 6-ға 2-ні қоссам 8. Жауап 8/2. Минус 8/2 деп оқимыз, Келесін қосайық, ауызша қосуға болады. Бүтінге бүтінді қоссам 7-ге 8-ді минус қойылады. 7-ге 8-ді қоссам 15. Үтірім жазылады. Ондық таңба мұнда 2 және мұнда 2. Ондық үлестерін қосамын. 2-ге 2-ні қоссам 4. Мұнда 3-тің жұбы жоқ, ол жері 0 деп білеміз. Демек, 3-тің өзін жазамын. Келесі, үшінші есеп бізде минус 4/5-ке минус 27/8-ді қос дейді. Қараңыз, ондық үлес 5, 8. 8-ге 5-ді қоссам қанша болады? 13 болады. Бір ойда. Сосын үтіріміз орында сақталады. Енді бүтіндері қалды. 27/ге 4/ді қоссам қанша? 31, жаңа ойдағы мен 32 болады. 10-ды үлестен бір ойда қалды ғой жаңа бізде. 32. Дәл сол сияқты үшіншісінде орындаймыз. 100 болып тұр. Демек 109 болады. Минус 109/5. Келесі. Мұнда 100-дік үлеске дейін бар екен, яғни үтір деген 2 цифр, мұнда үтір деген бір ғана цифр бар екен. Демек, не істеймін? Үтірден кейінгі 2 цифр көпке қараймын. 7, мұнда жұбы жоқ, 7-ні өзін жазамын. Сосын 0, ондығы, мұнда 9. 0-ге 9-ді қоссам 9. Үтірім сақталады, енді бүтіндерін қосам. 61-ге 5-ді қоссам 66. Және екеуді теріс сан болғандықтан минус сақталады. Келесі соңғы есеп минус 21/61 қосу минус 45/7. Мұнда 100-дігі біреу, мұнда жоқ, 100-ді үлес. Демек, бірдің өзін жазам. 6-ға 7, енді ондықтары 6-ға 7-ні қос дейді. 6-ға 7-ні қосса қанша болады? 13. Бір ойда сақтаймын. Үтірімді қоям, себебі уже бітті. Мына ондықтан ба 13 бір ойда 21-ге 45-ті қосам. 66 ойдағы мен 67 болады. Екеуде теріс сан минус қойылады. Минус 67/131 болады екен.